Баршаңызға сәлем. Біз бүгін сіздермен Корей дорамаларында естіп, көріп жүрген корындок деп аталатын көше тағамын және хит тағамды дайындайтын боламыз. Мен бұл жерде корындоктың 3 түрін дайындадым. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Сіздерде де дәл осындай сырты хрустящий болып, іші пісетін және сыры осылай тайышши болып тұратын, еріп тұратын корындоктар дайындаймыз. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіре кетіңіздер қыздар. Мен бәріңізге риза боламын және алғысымды айтамын. Бізге ең алдымен сұйық масса дайындап алу керек болады. Ол үшін жұмыртқа, сүтті, ұнымызды, разрахитель, тұз, қант барлығын салып, қою масса болғанша араластырып аламыз. Ұнда комок болмау керек, сондықтан бір келгі болғанша жақсылап араластырып алыңыздар. Мен ең бірінші 100 мл сүт қолдандым. Кейін тестам сәл аз болып қалғандықтан тағы да 100 мл қостым. Сондықтан сіздер описание бөліміне жазылған рецепт бойынша жасаңыздар. Сол кезде корындоктарыңыз дұрыс шығады және аз болып қалмайды тесталарыңыз. Осылай ұн салып, қою масса дайындап аламыз. Әр ұнның консистенциясы әртүрлі болғандықтан, кейбіреулеріңізде сұйық немесе қатты қою болып қалуы мүмкін. Сондықтан көз мөлшерімен плюс-минус сүтті немесе ұн қосасыздар. Біріншісінде дәл осындай немен пісіріп көріңіздер, ал егер қатты сұйық болса, онда үстіне тағы аздап ұн қосыңыздар. Осылай сосискаларымыздың сыртын тазалап аламыз пакетінен. Және осындай қатты сырдың түрінен қолдандым. Және плавленый сырдан қолдандым. Президенттікінен немесе хохландтың кез келген плавленый сырын пайдалансаңыздар болады. Ал егер сырдың түрлері болмаса, ол қатты маңызды емес, тек сосискадан ғана істей берсеңіздер болады. Негізі сосисканы қатты ұзын емес, ортасынан бөліп алған ыңғайлы екен пісірген кезде, және шпажкаларыңыздың қатты ұзын емес, сәл орташалауын пайдаланыңыздар, және сосисканы теңде бөліп қуырған ыңғайлы екен. Сондықтан мен айтқан лайфхактарды пайдаланыңыздар. Ал егер табаларыңыз терең болатын болса, алда айтып өтем, ол кезде ұзын шпажкамен қуырыңыздар. Дәл осылай барлығын дайындап алғаннан кейін қуыруға кірісетін боламыз. Ал енді біз корындоктарымызды қуырып аламыз. Қуыру барысында егер массаңыз қою болса, немесе сұйық болса, айтқанымдай ұн немесе сүт қосыңыздар. Табамыз қатты қызбаған болуы керек. Баяу отта пісіреміз, сол кезде арасы шикі болып қалмайды қыздар. Және егер сіздің табаңыз терең болатын болса, онда ұзын шпажкамен қуыру ыңғайлы болады. Менде сәл ыңғайсыз болып қалды, ондай таба болмағандықтан. Бірінші сұйық массаға, одан кейін кептірілген нанға дәл осылай батырып аламыз. Менде екеуі де кептірілген нан қыздар. Біріншісі ол үйде кәдімгі булка нанды кептіріп алғанмын, ал екіншісі магазиндегі дүкеннің кептірілген наны. Менің табам жалпақ болғандықтан, мен шпажканың түбін сындырып тастадым да, және дәл сол сосискаға салдым. Себебі айналдыру ыңғайлы болуы үшін. Сосын табаға дәл осылай полностью салып жіберіп, жайлап айналдыра отырып қуырып алдым. Баяу отта арасы пісуі үшін. Сондықтан сіздер де менің айтқанымда жасасаңыздар, сіздерде де корындоктарыңыз әдемі шығады. Енді бірінші, екінші неудачный шықса уайымдамаңыздар. Келесілерінде уже қолдарыңыз үйреніп қалады және оңай болып қалатын екен. Маған негізі дүкендікіне қарағанда үй жағдайында кептірілген нандікі әдемі шықты және сырты хрустящий болып, керемет болып шықты. Сондықтан мен тек үйде кептірілген нанды пайдаландым. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер, өте дәмді, тойымды болып шығатын екен. Менің жолдасыма, балаларыма, қайнағама ұнады. Сіздер де балаларыңызға отбасыңызды ерекше тағамның түрімен қуантыңыздар. Міне мысалы сосискаларыңыз осындай қысқа болса, қуыру оңай болатын екен.
Сондықтан ұзыннан көрі осылай қысқа қуырып көріңіздер, міндетті түрде өте дәмді болады, тойымды, қып-қызыл болады. Кез келген соуспен ұсынсаңыздар болады. Мен бұл жерде кетчуп пайдаландым. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар. Каналға тіркеліп қолдау білдіріп жатқан жандарға алғысым шексіз.